Салем достар, сіздермен бірге мен Құралай Орынбасарова. Біз сіздермен бірге Whippy пай тортын әзірлейтін боламыз. Бізге қажет заттар: ұн 200 грамм, 4 жұмыртқа, 150 грамм шоколад, 10 грамм разрыхитель, 150 грамм қант, 20 грамм какао, 50 грамм сұйық май. Біз құрақ сместерімізді бір-біріне араластырамыз. Какао, разрыхитель. 150 грамм шоколадымызды саламыз. 50 грамм сұйық майды құямыз. Және біз бұны микроволновкада ерітетін боламыз. Шоколадымыз бен майымыз еріді. Қант қосамыз, араластырамыз. Жұмыртқа қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Ұнымызды ұн илегіштің көмегімен саламыз. Ұнымызды саламыз. Миксерлейміз. Біздің бисквитіміз дайын. Біз кальцийімізді 24-ші диаметрге қойып алдық. Енді сызып шығатын боламыз. Темір лопатканың көмегімен біркелкеліп жағып шығамыз. Дәл осылай қалған үшеуінде жағып аламыз. Сонда бізде 4 корж болады. Біз бұны 180-200 градуста қыздырылған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз дайын. Енді біз оны біркелкетіп айналасын кесіп аламыз. Мінекей біздің корждарымыз дайын. Крем жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге салқын 500 грамм сливки қажет, 150 грамм маскарпоне сыры қажет, 150 грамм творожный сыр қажет, яғни креметте, 200 грамм сахарная пудра қажет. Сливкимізді миксерлейміз. Төмен скоростьтан бастап жоғарылата береміз. Тағын, яғни сахарный пудрамызды саламыз. Тағы да миксерлейміз. Творожный сырды саламыз. Маскарпоне сырын саламыз. Миксерлейміз. Мешогымыздың басын кесеміз. Оған мынандай насадкамызды орналастырамыз. Енді мұнда кремімізді саламыз. Подложкамызды қоямыз. Аздап крем жағамыз. Ол біздің бисквитіміздің жылжып кетпеуі үшін орналастырамыз. Екінші коржымызды орналастырамыз. Крем жағамыз. Төртінші слой, яғни ең соңғы слой коржымызды орналастырамыз. Еріген шоколадымызды тортымыздың үстіне құямыз. Сонымен достар, біздің Whippy пай тортымыз дайын.